Дәрілік түймедақтың биіктігі 35-40 сантиметрге жететін бір жылдық шөптесін өсімдік, тамыры өте нәзік. Дәрі үшін өсімдіктің гүлдерін сабағын үзіп, жинап алады. Түймедақтың гүлінен жасалған дәрілердің жел шығаратын, қабынуға қарсы әсер ететін, тер шығаратын, ауырған жерлерді тыныштандыратын және денедегі бұлшық еттердің тырысуына қарсы әсер ететін қасиеттері бар. Сонымен қатар қан тоқтататын, микробты жоятын, өт айдайтын, етеккірдің келуін реттейтін дәрі ретінде де қолданады. Халық медицинасында өсімдік гүлдерінің тұнбасынан жасалған дәрілерді асқазанның, тоқ-ішектің қабынуын, бауырдың, бүйректің, қуықтың ауруларын емдеу үшін пайдаланады. Дене сыртындағы іріңді жараларды ванна жасау арқылы подаграны, ревматизм ауруына байланысты буындардың сырқырағанын емдейді. Тамақ бездері мен тіс түбіндегі еттер қабынғанда ауызды және тамақты шаяды. Түймедақты шаштың қайызғағын кетіру үшін де пайдаланады.